Саламатсыздар ма? Мен Ғалымжан Жасұлан, Қызылорда қаласындағы Темірбек Жүргенов атындағы номер 136 мектеп лицейінің 7-ші сынып оқушысымын. Менің отаныма, менің бастамам атты конкурстың қатысушысымын. Осы конкурста отаным қасиетті туған жерім атты номинациямен жас өркен жас еріктілер жасағын құру шығармашылық жұмысты ұсынамын. Біздің өзіміздің ұйымның өз эмблемасы бар, және біздің ұран жақсылықтан өсеміз, бірліктен көгереміз. Дәл осы ұйым қажет. Біріншіден, балалардың бос уақытын пайдалы әрі қызықты өткізу үшін. Екіншіден, еріктілер оқушыны жауапкершілікке, қамқорлыққа және көшбасшылыққа баулиды. Үшіншіден, мектеп ауласын табиғатқа, туған жерге жанашырлықты нығайтады. Төртіншіден, спорт, экологиялық қайырымдылық және шығармашылық бір арнаға бекіту маңызды. Жобаның негізгі мақсаттары: 5-ші және 7-ші сынып оқушыларына жас еріктілер жасағын құру арқылы әлеуметтік істерге тарту, бос уақытты тиімді ұйымдастыру және салауатты өмір салтын насихаттау. Бұл жобаның міндеттері: біріншіден, еріктілер жасағын құру; екіншіден, әлеуметтік акцияларды қатыстыру; үшіншіден, экологиялық мәдениет қалыптастыру; төртіншіден, шығармашылық пен бос уақытты дамыту; бесіншіден, салауатты өмір салтын насихаттау; және деген соңғысы, мектеп ата-ана оқушы байланысын күшейту. Біздің жобаның 4 негізгі бағыты бар. Әр бағыт нақты әрекетпен іске асады. Бірінші бағыты: еріктілер және әлеуметтік бастамалар, қайырымдылық, достық, қолдау жатады. Екінші: туған жерге қамқорлық және экология, тазалық, ағаш отырғызу, құстарға қамқорлық жатады. Үшіншісі: шығармашылық және бос уақыт, театр, өнер, челлендж, дебат жатады. Спорт және салауатты өмір салты, эстафета, ойын, қозғалыстар жатады. Ұйымымыздың жыл жоспарлары бар, және ол әр жылы нақты іске асады. Біз әр айда кемінде 2 іс-шарадан ұйымдастырамыз. Мысалы, қазан айында «Қамқор жүрек кітап сыйла» атты іс-шараларын ұйымдастырды. Экологиялық бағыт бойынша «Таза Қазақстан» акциясы және көгалдандыру жұмыстары жүрді. Нәтижесінде 500-ге жуық жас көшет ағаштар отырғызылды. Шығармашылық және әлеуметтік бастамалар бағытында біз театр, қайырымдылық, челлендж, танымды шаралар ұйымдастырдық. Олардың ішінде «Дос болайық» челленджі, Қызылорда ғасырлық тарихы бар қасиетті қала танымдық сайысы, дебат қозғалысы және көңілді үзілістер, қайырымдылық акциялары мен кітап сыйлау бастамасы. 5-ші сынып, 7-ші сынып қамтылды. 500-ден аса көшет отырғызылды. Оннан аса түрлі бағытта шаралар ұйымдастырылды. Бір тұрақты еріктілер жасағы ұйымы құрылды. Бұлай келе жас өркен туған жерге қызмет етуді күнделікті дағдыға айналдыратын ұйым. Назар салып қарағандарыңызға рахмет.